Ағайынды екеу. Ертеде Құдыс шаһарында Апанас пен Иоанн есімді ағайынды екі жігіт өмір сүріпті. Олар қаладан жырақта, тау етегінде лашықта тұрады екен. Екеуі бар ғұмырын адамдарға көмектесуге арнаймыз деп серттесіпті. Күнде қалаға келіп қарттарға, науқастарға, мүгедек пен жетім жесірлерге көмектесіп жүреді. Бір апта бойы олардың қастарында болып жәрдем береді. Еңбегіне ақы алмапты. Сенбі күні үйлеріне оралып, бір-бірімен сағыныса көрседі екен. Апта бойы істеген істерін айтып, көңілдерін махаббат кернейтін. Көктегі періштелер бұлардың әңгімесін тыңдау үшін лашықтан сағалап тұрады деседі. Дүйсенбі күні әдеттегідей екеуі қалаға шығады. Бір-бірін қимай қоштасып, екі тарапқа сапар шегеді. Бір кезде ағасы артына бұрылып інісіне қарап еді. Иоанн көк шөпке қадалып, міз бақпай тұр екен. Ағасы түсінбей, бұл неғып тұр өзі деп ойлады. Айтып ауыз жиғанша інісі жылан көргендей шоршып түсіп қаша жөнелді. Ағасы селк ете қалып, бұған не көріндей? Жайлап әлгі жерге жақындады. Кенет жалт-жұлт етіп көзге шағылысқан бір затты байқады. Сөйтсе, алтын екен. Інімнің алтыннан сонша үркігені несі? Адам алтынмен күнә жасамаса, алтынның өзінде күнә жоқ қой. Онымен жамандық та, жақсылық та істейсің. Мысалы, қаншама жетім мен жесірді тойдырып, жалаңаш кедейді киіндіресің. Науқас пен мүгедекті емдейсің. Бұрын түгел жарылқауға шамамыз жетпейтін, енді мына алтынмен қалаған істі жапырып жасаймыз деп ойлады. Ағасы осы ойын інісіне айтпақ боп бұрылып еді, Иоаннның зымырап қашқаны сонша шаңы да көрінбеді. Апанас күртесін шешіп, алтындағы соған салып алды да қалаға беттеді. Базарға келіп көпестерден жер сатып алды, кірпіш түсірді, ағаш алды. Жұмысшыларды жалдап, қаладан 3 зәулім үй соқты. Біріншісін жетім мен жесірлерге арнады. Екіншісін науқастар мен мүгедектерді емдейтін аурухана етті. Үшінші үй пақыр міскіндер үшін салынды. Қаладан Құдай деген 3 қарияны тауып алып, үшеуін 3 үйге басшы етіп қояды. Алтыннан ауысқаны 3000 дирхем екен, оны да 3 қарияға бөліп берді. Салынған үйлер лезде мұқтаж жанға топ кетті. Ел-жұрт Апанасты мақтай бастады. Ол да елдің үдесінен шыққанына риза еді, тіпті қаладан кеткісі келмей қалды. Бірақ інісін ойлап сағынышы артты. Арада 3 айдан қалай өткенін өзі де сезбей қалды. Жұртпен қоштасып үйіне бет алды. Үстінде сол баяғы ескі күртес еді. Алтыннан бір тиын да үлес алмады. Бәрін егіске жұмсады. Өзіне дән риза еді. Жолда келе жатып, інімнің алтынды көріп қаша жөнелген жөн болмады. Қараш, мен сол қазынамен қаншама іс бітірдім деп ойлады. Жолда алдынан періште шықты. Қабағы қатулы екен, жақтырмай қарады. Апанаста нұрмен шағылысқан періштені көріп сасып қалды. Уа Құдайым-ау, сен не үшін қатулысың деді таңырқап. Аулақ кет, сен бауырыңмен көрісуге лайық емессің. Ініңнің алтыннан шошып қашқаны сенің алтынды алып атқарған істеріңнен әлде қайда артық деді. Апанас ақталып, атқарған шаруаларын тізе бастады. Қаншама кедеймен шаруаны тойғызғаны, жетімді жұбатып, үй салып бергенін айтты. Сонда періште, сол алтынды қалдырған шайтан еді. Сағанда ақталатын осы сөздерді сол үйретті деді. Сонда барып Апанас қара басқанын түсінді. Көп алтын мен көп пайда етемін деген тәтті тілегі де құмарлықтан шыққанын сезді. Жұртқа алтынмен емес, адал қызметпен құлшылық жасау керек екенін түсінді. Сол кезде ғана періште ығысып жолды ашты. Ол жерде ағасы күтіп Иоанн тұр еді. Осыдан бастап Апанас алтынды шашып қойып, азғыратын шайтанға көнбейтін болды.